Мамандық таңдау әр адам өміріндегі маңызды іс. Жас ұрпақ мектеп қабырғасында жүріп-ақ өзінің кім болатынын жоспарлайды. Үлкендердің көмегіне жүгініп, өз икемін байқап, бастысы өз жүрегін тыңдайды. Дәл қазіргі уақыт біздер үшін, яғни оқушылар үшін мамандық таңдайтын кезең. Ендеше менімен бірге қоғамға қажет мамандықтарға шолу жасайық. Кеттік. Журналист мамандығы маңызын жоғалтпайтын мамандық. Журналистерді төртінші билік өкілдері деп те атайды. Бұл мамандықтың қыр-сырын игеру оңай ма? Қазақстанның ұлттық телеарнасының Қызылордадағы меншікті тілшісін түсірілім барысында кездестірдік. Сауалнамамызды қойдық. Қайырлы күн, кешіріңіз ағай. Мен 9-шы сынып оқушысымын, және де мен болашақта журналистика мамандығын таңдағым келеді. Және де мен журналистика мамандығын таңдау үшін қандай мамандықтарды оқуым қажет? Және бұл журналистика мамандығы қандай қабілетке мол? Жалпы журналистика деген ол өте әмбебап мамандық. Бұл жерде ең бастысы журналистке қажетті ақпаратты шұғыл жеткізу және халыққа сапалы ақпаратпен қамту. Журналистиканың жалпы жазу ережелері бар ғой, стилистика, басқа да. Қазақ тілі әдебиеті мамандығын, журналистика факультетін оқыған дұрыс деп санаймын өз басым. Ол енді журналистің сауатты болуына, ақпаратты сауатты жеткізуіне, сапалы ақпарат таратуда өте қажет. Демек, журналист адамгершіліктің шынын бағындыратын жауынгер. Ғалым Нұртілев айтпақшы, журналистика өзінің түсінбеген нәрсенді өзгеге түсіндіру өнері екен. Бұл Қызылорда облысындағы алдыңғы қатарлы өндіріс орындарының бірі. Мұнда қырманнан келген күріш ақталып, сұрыпталып барып, арнайы қапшықтарға салынады. Мұндағы құрылғылар Оңтүстік Корея, Қытай елдерінен әкелінген. 200-ге жуық жұмысшы еңбек етеді. Сырдың әппақ күріші осы жерден КАМАЗ вагондарға тиеліп, республикамен қоса басқа елдерге де жіберіледі. Инженер мамандығы сұранысқа ие мамандық. Себебі ол техниканы жетік білуі қажет. Және де бұл жұмыстың жауапкершілігі өте мол. Себебі бұл жұмыс адам өмірімен тікелей байланысты. Дәл қазір менің қасымда зауыт инженері тұр. Салтанат Бертайқызы, бұл мамандықты иесі болу үшін қандай қабілетті білу қажет? Және инженер мамандығы қанша айлық алады? Әрине, инженер маманы қазіргі заманда өте қажетті мамандықтың бірі болып келеді. Бұл мамандықты игеру үшін сіздер мектепте ең бірінші физика, математика, черчение сабақтарыңыз білгендеріңіз жөн. Және де барлық мамандықтар негізі жақсы ғой, бірақ әр мамандықты егер сүйіп, жақсы көретін мамандығымен таңдасан, ары қарай сіздерге оқып соны жеңіл болады. Өзімде мысалы физика, математика пәндерін мектепте жақсы көретінмін. Евразийский национальный университетінде инженер система техник мамандығын бітірдім. Ары қарай магистратураны Кореяда оқып келдім. Айлығымыз 300 мыңнан жоғары. Біз қазір жол сапа мекемесінің зертханасындамыз. Бұл жерде облыстағы жолдардың құрамы, сапасы зерттеледі. Бұл жерде көлік жүретін асфальттың құрамын, сапасын қарап, оны мамандар түрлі құрылғылармен зерттейді. Саламатсыз ба? Сіздің міндетіңізге не кіреді? Жалпы бұл зертханашы болу үшін бізде мектеп басынан бастайтын болсақ, олар бізде химия пәнін жақсы меңгеру керек, математика пәнін жақсы меңгеру керек, физика пәнін жақсы меңгеру керек. Өйткені бұл жерде өте қиын, өйткені әр сынаманы тексеру барысында әр миллиметрге дейін, әр қаралған әр нәрселердің барлығы миллиметрге дейін өлшенетін болады. Мамандық таңдау өміріміздегі басты және маңызды қадамдардың бірі. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, гуманитарлық мамандықтардың заманы өтті. Техникалық мамандықтарға басымдық беру қажет. Біз инженерлер мен өнеркәсіп мамандарының жаңа буынын тәрбиелеуіміз керек деп атап өтті. Сондықтан да біз жас ұрпақ мектеп кезімізден болашақ мамандығымызды дұрыс таңдап, дұрыс шешім қабылдағанымыз абзал.